Қалай? Ассалаумалейкум достар. Медиа Семск. Көптен күткен подкаст, достар. Таксист. Бывший таксистов не бывает. Не бывает. Қазір газелист, ярый Астана қаласының газелисті, TikTok желісінің жарқын жұлдызы Медиа Семск қонақта, достар. Бүгін әңгіме жыртайық. Көп сұрақтар қызықтыратын шығар, сіздерді де көрермендер сұрақ қызықтыратын шығар. Таксиде қандай табыс? Сосын онша емес қой деймін, қазір медиадан сұраймыз. Таксиден кетіп қалды ғой. Газелист қой қазір. Газелде қандай табыс тауып отыр екен? Газелдің жұмысы оңай емес. Жалпы такси саласына қалай келді? Медиаға көп сұрақтар бар, соларды қоямыз. Сонымен кеттік, тамашалайық, достар. Біздің подкастымызда 1 сағат үзбей көріңдерші. Бауырсақ жеп, До конца, бүйтіп попкорн алып, мынау демешан ғой деп тұрып, әңгімені жіберіп тұрып, давай көріңдер, ұялмаңдар до конца. Давай, жду, давай кеттік, родной, бастайық. Медиа, енді бірінші сұрақ, сол такси саласында қанша болды сен жұмыс, қашан бастадың? Мен таксиде, 2 жарым жылдай жүрдім ғой таксиде. 2 жарым жылдай? Почти 3 жылдай таксиде жүрдім. Чисто таксада құрдым ғой. Балашкасың ғой, менің балашкамсың ғой таксиде. Балашка болғанмен, мен балашка болсам болайын, бірақ та көп нәрсені білгенді айттым, үйрендік. 2 жарым жыл, 3 жыл деген көп уақыт. Қазір енді газелде жүрсің ғой. Мен 2018-де келдім таксиге. Қанша, уже 7 жыл болды ма? 7 жыл таксовать етіп жүрмін. Енді арасында етпен айналысқам, ет сатқам, магазин ұстағам, таксовать еткем, сосын магазин жауып, плотно таксовать еттім да мен. Сол енді такси, негізі мамандығың қандай, жоғарғы білімің қандай, кім болып таксидің алдында кім болып жұмыс істедің? Мен таксидің алдында военный болып жұмыс жасадым. Чисто военный болдым. По контракту қаңтар оқиғасында военный болғам, ағайындар. Қаңтар оқиғасында военный болғам ғой. Сен жасұланды бітірген жоқсың ба семейде? Жоқ, жасұланды бітірмедім. Мен семейде оқыдым. Семейде бітіріп, сразу әскерге кетіп қалдым ғой. Әскерден келдім. Жоғарғы білім, средний білім жоқ, чисто средний школа дейді ғой, сондай ғой, Бол. Сосын таксиға қалай келдің? Таксиге мен Астанада жүрдім, по контрактудан кеттім, Астанаға келдім да, істеп көрейінші дедім. Істеп көрдім, өзіме ұнады, жақты, и дальше пердім ғой. Таксиді ма? Таксиде, почти 3 жылдай. Астанаға қашан көшіп келдің? 2021-де ма? 2021-де? 21-де, Семейден? Семейден. Семейде қай крайда тұрдың? Каскрай ғой. Каскрай ма? Каскрай сыйлы. Каскрай скеше. Көріп отқандар Сонымен, сен өз көлігің болды ма, или сен бірінші сразу аренда болдың? Өз көлігім болды. Қандай көлік болды сенде? Менде пятнашка болды. Пятнашкамен таксовать еттің ба? Келдім. Содан басталды ғой, ақырын. Пятнашкаң сосын, мен байқағаным, сенімен танысқаннан бері сен неде жақпен жүрдің? Танысқан кезде, арендада. Пятнашкаң қайда кетті сонда? Пятнашка сатылды, кетілді. Сосын арендаға көлік алдым. Арендаға көлік алып көрдім. Нормально, әдемі. Тиктокты қашан жүргізе бастадың? 1 жарым жыл болды негізі мен тикток жүргізіп. 1 жарым жыл тикток жүргізіп жатырсың, Міне, биыл енді бірінші таксовать еттің, жүргізген жоқсың, сосын кейін жүргізе бастады таксовать етіп жүрген кезде. Бәрі таксоваттап тикток жүргізеді дейсің. Көрейікші дедік енді, бағымыз сынап көрдік. Ең бірінші күні, сентябрьдің 1 күні салғам ғой мен. Сабақ басталған кезде Назарбаевский университетке адамды апардым да, как раз кайф жанып тұр екен, жарқырап. Кайфовый деді. Көрейінші дедім. Бет сал көрдім. Нормально, сразу залетел, прикинь. Обедке дейін, таңғы сағат 8-де ма 9-да салдым. Обедте 12-де бір 15-ін просмотр болып кетті. Ойбай дедім. Көрейік онда дедім да. Басталдым салып. Медиа Семск деп тиктокта жазып қойдың, Или сен бұрыннан бері достарын Медиа Семск деп жүрді ма? Жоқ, мен өзім тұрып көбісі негізі
Семей Палатинск десе ғана Семей десе біледі да, а біз уже Семейдің адамдары басқа біреумен танысқан кезде откуда будешь деген кезде Семска деп айтасың ғой, сол кезде түсінбейді көбісі. Бұл қалай деп, сосын уже қой Семейді дамытып көрейін, атын шығарып көрейін деп медиа Семск болып кеттім сөйтіп, короче. Жоқ, сен көп таниды, екеуміз газельде жүрген видеомыз бар осы арнада. 5-6 адам ғой деймін, пип медиа салам алейкум деп танып жатыр адамдар. Рахмет сендерге, Рабдолла. Иә, кеп біреу танысып бізбен қол амандасып әңгіме соқты, 2 адам кеп, қалғандар жол жөнекей көріп амандасып жатыр медиамен. Сонымен медиа Жакпен сен Яндекс Таксиде қандай тарифтерде жүрдің? Комфортта да, экономда да, бизнеста да жүрдім. Ең алғашқы көлігің, арендаға алған көлігің? Иә, сол ЧПРК-мен экономмен жүрдім ғой. Экономмен жүрдің. Сосын уже К+қа секірдім. К+қа секірдім. Жакты алдың ба? Қандай машина алдың? Жак. Жакты алдым. Салоннан браттан алдым. Жак, қалай жак? Вообще машина? Тесік емес. Тесік емес. Сақ айта берді. Жоқ, жақсы машина негізі. Мен оны 1 жылдай теппім ба, 1,5 жыл теппім ғой. Просто 1,5 жылда 2 рет коробка кетті, аттық дерзкі машина. 1 минус айтайын, просто мынандай, например, дальний дорогаға шығасың қыстың күні. Бала шаған бар, дала борап тұрса, например, алдыңнан КамАЗ кетіп баратыр, обгонға шығайын десең, анау көтені лақтырады, короче. Сондайсы бар. Передний привод қой, ә? Передний привод, иә, бірақта. Ну, арты, короче, ұстамайды ғой, лақтыра береді, короче. Мүмкін резина жақсы болу керек. Жоқ, резинасы нормальный болды. Салоннан шыққан Мишлені болды ғой. Суық болған жоқ, Астанадағы аяз ғой. Жоқ, суық емес. Менікі 24 болды ма, 23 болды ма, сондай болды ғой. Қанша төледің аренда күніне? Оған 12 мың. 12 мың. Выходной болды ма? Иә, воскресенье выходной төлемейсің, иә? Сол выходнойда жұмыс істемейсің бе, или шығасың ба? Шығасың по-любому, да? Арендасы зато хотя бы өзіне қалтаға бір 10 мың теңге істеп қайтып демаласың, да? Иә, по-любому демалыс жоқ еді ғой таксиге. Действительно. Обычно мен де аренда тептім, воскресенье выходной ғой. Бір суббота или пятница күні, братанды воскресенье күні төлейінші, бүгін выходной істейсаш деп звондайсың ғой, иә? Сондай болады ғой. Болады. Бір күн төлемей, воскресенье шығасында жұмыс істеп, сол арендан төлеп тастайсың выходной кезінде. Отсрочка сұрайсың ғой, типа. Аренда қиын ба? Қиын по-любому. Просто арендаға беретін адам түсінігі мол болса, негізі мол. Нормальный тема. Бейді 6 сағат 6 болған кезде звондай береді, ақша қайда. Мен онымен жүрген кезде, енді мен сол кісі беретін таныс брат болатын да, вообще тревожить дейді, мен айтатын, 10 күн төлемеймін, осылай істеймін, былай істеймін деп, все хорошо деп жүре беретін да. Сондай взаимопонимание болатын да, бізде жақсы болатын. Сөйтіп, сондай болды ғой. Получается, комфорт плюсқа кірді, е? Сен экономнан комфорт плюсқа секірдің. Жақтан басқа қандай машиналарды арендаға тептің? Жақ тептім. Алла берген санатасын тептім ғой. Алла берген санат бизнесті? Иә, бизнес классын соңғы күнде теуіп көрдім. Тоже жақсы керемет болды ғой. Мысалы, көп сұрақтар қояды, қандай арендаға машина алсам, қанша табуға болады, қандай табыс таксида. Вот конкретно жоқ дегенде и күшті дегенде. Вот жоқ дегенде шығасың ғой линияға Яндексте. Арендан бар, дұрыс па? 12 мың теңге төлейсің. Бензин 5 мың теңге пример. 7 мың жейтін. 7 мың жейтін. Жақ көп жейді. Сонда сен қалтаға қанша қалтырасың, таңертең нешеде шығасың? Ұйықтамау керексің, арендада жүрсең. Вообще ұйқы жоқ, вообще роднойлар. Жоламаңдар лучше. Кредитке де алып келмей қойыңдар. Вообще ұйқы жоқ қой, арендаға келесің. Келгеннен кейін, таңертең тұрасың, до ночи таксовать етесің, 40 мың теңге табу үшінші, түнгі 3-4 дейін, таңғы сағат 7-ден. Сөйтіп таксовать етесің да, аренда бересің, газыңды құясың, жейтін тамағың бар, сонымен үйге 10-15 мыңға барады ғой. Бірақ сен бала-шағаны көрмейсің. Келесің, ұйықтап атады, кетесің, ұйықтап атады. Сондай ғой. Бір воскресеньяда и то бір кішкене тиын-тебен істеу керек. Бір аптасына бірақ бала-шағаны көресің дейсің ғой. Бұндай ой болған жоқ па, өзім машинам болса, аренда төлемеймін. Сондай болған жоқ па ой? Любой адамда болады ғой. Любой адамда болады.
бірақ ондай ой болды. аренда болмаса өзіңді қинамайсың да. Аренда болмаса негізі иә. Ой, бір 10 мың теңге істейсің да, қалған ертең істей саламын дейсің да, істемей қоясың ғой, короче. Сонымен ең күшті мысалы сен 40 мың теңгені табу үшін түнгі 12 ең жақсы күндері қай уақыттарда қандай табыс? Енді Короче, негізі күшті кездері бар ғой өзі Яндексте. бар ғой, пятница, суббота, воскресенье тоже жақсы ғой, чаевые бар, анаусы бар. Ең плюсы, по идее, сен өзің машинаны постоянно таза ұстап, жуып, тазалап, клиенттерге саламатсыз ба деп отырсаң, чаевыйыңды да аласың, и постоянно сен жаңбыр жауып тұрса да машинаң таза болып барсаң, адамдар номерін жазып алады, сол арқылы барабойға да барасың. Мынандай неме жасап алу керек. Номер, визитка, соны жасап аласың да, клиенттерге беріп отырасың. Егер де К+та жүрсен, К+та адамдар бөлек қой. Бөлек. Енді экономмен айырмашылығы қандай? Ой, жер мен көктей ғой, ол бәрі біледі ау. Білесіңдер ғой. Жоқ, эконом жақсы жақтар онда, жаман жақтарын білеміз. Эконом айтшы. Эконом жақсы жақтар. К+та жүрдің, экономда жүрдің, бірақ эконом жақсы жағын айтып берші. Экономның ба? Адамдар тез шығады. Адамдар тез шығамай. На улице күтіп тұрады, тағы ждет қой, короче. Бүйтіп, двордан бүйтіп кіріп келатқан кезде бүйтіп тұрады ғой уже. Машин тоқтатпайсың. Менде болған сондай. Машин келе жатасың ғой, уже машин тоқтап бүйтіп паркі уже есігіңді ашып жатады ғой, машина тоқтамай тұрып. Бар. А менде андай кнопка ше, есік ашып анау бүйтіп тақырып тұрады. Не болмаса андай клиентті түсіріп атасың. Қарамаға шығады. Екінші жағынан кіріп атады бақсы. Ондайлар кездер көп. Тағы қандай жақсы жақтар бар экономның? Мен де ойланып көрейінші. Экономның ба? Бәрі нормально, эконом адамдарды да. Трэш дейсің ғой. Негізі қызық, сонымен уақыт өтеді. По идее, эконом адамдары, например, біреуді салып аласың да, апарасың, қазір мен ақшамды алып шығамын дейді да, кететіндер көп. Действительно ше. Қызық көресің дейсің ғой. Қызық көп, адреналин аласың. Анаған үйіне кіру керексің, тоқылдатасың, төбелесің. Комфорт плюста? Комфорт плюста. Жаман жақтар комфорт плюстың. Комфорт плюстың ба? Жаман жағы. По идее, комфорт плюста жаман жақ көп жоқ. Қандай бар? Жаман жағы. Жоқ. Жаман жағы жоқ па? Негізі, ең жақсы вариант қой. Эконом, бизнес, комфорт плюстың үшеуінің арасында сол. Комфорт плюс жақсы да, керемет. Комфорт плюста отыратын балалар, например, көбісі такси шақырады, кішкентай балаларын жібереді ғой сабаққа апару үшінші. Өздері самостоятельно келіп отырады, еще балалар тып-тыныш мынандай ғой. Экономда ой. Комфорт плюстың жақсы жақтары. Жақсы жақтар. Клиенттері адекватный. Слишком бай емес, бизнестағы всякую нетпейді да. И отырады, болды. Үндемейді, бары жоғын байқамайсың. Просто К плюстың минусы пятница, суббота, воскресенье. Бардақ кез ғой. Клубтан шығатын кезде. Я же комфорт плюс вызывал. Блютуз включи деп әңгімен жіберетіндер бар ғой. Музыканы қосып. Музыканы қосып қоятын. Терезені ашады, ана еще люгі болатын. Можно на люк деп шығатындар да бар ғой. Ой, небір заттар бар. Бизнеста хотя бы кішкене ондайлар жоқ, бірақ мастар отырады. Бизнеста да істеп көрін санатада, Мен бизнеста да істеп көрін. Ой, мен қызық айтайын. Давай, не болды бизнеста? Бізде таксистердің группасы бар ғой? Действительно, таксистердің группасы бар. Отырамыз. Маған Никонет түседі, короче. Не түседі? Никонет бар ғой? Никонет деген группа? Никонет бар ғой? Никонет? Ой, Амилайдың екіншісі. Анағындай, ұлдар қыз болып кеткен. Никонет. Амилай танимын енді. Вот, тура соны, Никонеті. Соны мен тасып кеткен кездерім болды ғой, прикинь. 4-5 рет подряд. Түсет сол. Түсет, Рексистан, анамынан. Именно мен попадаюсь, прикинь, каким-то образом. Мегадан шығады, фук келем. Анау ғой. Ойва. Видеоға түсірген жоқсың ба? Түсірдім, видеоға түсірдім. Біздің группаға да жібердім, өзіміздің группамыз бар.
сөйтіп угорать ететінбіз. Мен Никоны танымайды, Амилайды танимын, Никоны осындай енді монтаж кезінде Никонеттің фотосын қосып қойсаңыздар, көп танымайтын шығар мені. Никоны Әдемі ма түрі хотя бы? ойбай, Бірақ жігіт дейсің. әйелім қызығып жүрмесін. Әйелі деп жүрмесін. Бәйбіше әзілдеп отыр деп. Ой, қызықтар көп қой. Бән неше түрлі. Сонымен енді мен саған Анжо екеуміз газельде жүргенде сол сұрақты қойғам, неге таксині тастадың да газельге секіріп кеттің? Көрдім да разнообразие бәрінші. Ағам айтты, давай көрсей деді газельді. Отырып көрдім. Вроде нравится, басында непривычно. Клиент жоқ, закалелі біреумен сөйлескін келеді ғой. Ешкім жоқ дейсің ба? Ешкім жоқ, түсесін. Болды, ешкім жоқ. Ой, заказда нормально ма? Қазір айтайық жігіттерге, напарник күніне 5.000 теңге, 10.000 теңге төлесең, қасында напарник болып жүреді, әңгімеңді айтып береді, жүгінді көтеріп жүреді, ақшаның зарплатын беріп отырсаң да. 5.000 берем де. 5.000 берем дейді. Звондандыр бейді. Ана, не, сен каратыш газель болды сенде. Андай 2012 ма? Бірақ негізі жылы вообще ескі екен да. Анжу комментарийді оқыдым. Нешінші жылғы бұл емес? Техпаспорт бойынша. 2006 ма солай болды ғой. Техпаспорт бойынша. А өзі негізі 2000 жылғы ма сондай газель? 99 ба 2000 бекен сондай. Сол газель қайда? Не болды онымен? Қазір сен видеоны көріп қызыл газельмен жүрсің, артта орны бар. Сол момент даже мен сен сөйлескенге де уақыт болмай кетті сол кезде. Қалай жағдай, не болып жатыр, әңгімен звондаған жоқпын медиаға. Соңғы рет сөйлесіп, өзі де звондамайды маған. Соңғы рет сол газельмен неттік, соң газельден кейін бір 2-3 апта звондасып жүрдік. Сонымен болды, жоқ болып кетті, бірақ тиктоктан қарап жүрмін, газель ауысып кеткен. Сонымен давай әңгіме дейді, ана газельдік өтірік айтпасам 1.200.000 ба сондайға шықты ма? 600. 1.600.000 шықты ана каратыш. Оны кредитке алдым жартысын, ақшаны. Сол газель қайда кетті? На газельді қайдан алдың? Или арасында тағы да басқа газельдер болды ма? Давай. Жоқ, сол газель кетті, мына газельді алдым ғой. Ол кеткенде қайда кетті? Фермер кеткенде тұр ғой. Тұр ма? Иә, мотор сынды, оның мотор кетті. Моторы блогымен барлығымен кетті, короче. Тұру. Иә, ол газельмен бірақ та көп зат сыймайтын ғой енді. Анда-мында кішкене қиын болатын. Барасын заказдарға сыймайғанша. Сен, получается, сол газельдің сынды қойып кредитін төлеп жатсың ба? Иә. Короче, минусқа кірдің. Иә. Ол нормально да қазір. Енді қазір фермер газель алдым, короче. Оны сатып алдың ба? Иә, ол да кредитке кетті ғой. Ол да кредитке кетті. Ол қаншаға алдың сол газельді? Кредиті қымбат 5-5-ке. 5-5-ке алдың ба? А уже нормально қымбат қалыпсың, иә? Практически кобальттың бағасымен. Иә. Ескі болса да дерзкийде қай. 2007 жылғы фермер Дарский өзім секілді. Короче, комментарий жазыңыздар, медианың қасына мен напарник болып барайын, ана жоғы видеодағы сияқты. Жұмыс істейік. Сол бұрынғы да істеп жатсың ғой, чисто ана өзінің постоянный клиенттерін. Короче, видео бар, көрмеген болсаңыздар, медиа екем шыққамыз, газельмен, каратыш газельмен. И вообще индрайвер Яндекс емес. Көріңдер, қай жерден заказ алдық, қалай болған, сол видеоны, осы подкаст аяғына дейін көрсеңіздер, мұнда терезе болып шығады, соған бассаңыздар, сол видеоны көресіздер. 37 мың просмотр болды ол видеода. Әдемі, керемет. Роднойлар, I love you ғой. Дерзкі, Ала бергенмен подкастымыз 20 мың просмотр болды. Давайте мына подкастты 100 мыңға жеткізейік. 100 мыңға жеткізу үшін обязательно комментарий қалдыру керек, лайк басу керек, достар. И до конца көру керек. Бұлар до конца көреді, мен роднойларым. До конца бәрін істетмей үшін жәмпейді. Сиқырлатып жіберейік. Ой, деп. Газельде күніне қанша тауып отырсың? Орташа, давай бүйтейік. Ең аз тапқан қанша, ең көп тапқан қанша, орташа қанша табасың? Негізі газельде ол когда как қой, по идее. Білем ғой мен. Қазір сезон ғой. Қазір сезон түтү ақырын нормально. Например, бүгін 30-40 мың тапсам, ертең таба алмай қалатын деген күндері ғой, короче. Жоқ дегенде 10 мың теңге шыға ма күніне? Шығады. Күніне, мысалы, жоқ дегенде 10 мың теңге табасын, по-любому бір күнде. Бірақ та по-любому бір күні
вообще жоқ болып кететін кездер болып қалады. Болып қалады да. Айына 1-2 рет, например, бір күн заказ істемеген кездерім болады ғой да. Сенде қазір мысалы режим қандай, сен 30 күн ғой айда мысалы. Сенде демалыстар бар ма или күнде шығасың ба? Жоқ, демалыс жоқ мен. Кредит бар дейсің. Кредиттің арқасында демалыс дегенде, жоқ. мен демалыс кешкі 7-8-ден кейін үйдемін. Мен демалысым сол күнде 7-8-де үйдемін. Айырмашылық қандай? Сен таксист болдың, сенің графигің қандай, күн тәртібің қандай болды таксиде, қазір газельде күн тәртібің қандай? Таксиде ойбай жоқ болды ғой график. Ол таңертең шығасың болды. Например, қай уақытта шығасың? В основном таңертең шығасың ғой таксиде ше. Ерте 7-6-да шығасың да түнгі 2-1-ге дейін ұрасың тоқтамай 40 мың табу үшін. А газельде таңертең 9-да тұрасың, кешкі 7-де үйдесің. Уже үйдесің, бала шағанды көресің, 7-8-де ұйықтатасың бала шағанды, иә. Сонысы жақсы. Менде бір енді қазір өтірік айтпайын, енді такси бар ғой, андай бар ғой, прикол, такси для души деп. Менде енді қазір сондай болып қалды. Сондай вайппен жүрсің ба? Сондай вайппен таксиға шығам, кешке балаларды ұйықтатам, балалармен қыдырам демалыста. Бірақ соңғы кездер видеосъемкаларда көп болып кетті, тоже көп нетем де. Бірақ кредит таққан кезде ұйықтамай таксовканы берем. Енді айда 30 күн болса, соның бір 10 күнін конкретно демалам, 20 күн көт жыртам ғой, жұмыс істеймін ғой, 20 күн. Либо видеосъемкалар жасаймын, либо кредит таққан кезде по-любому бір 5 күн подряд күніне 12 сағаттан жұмыс істейтін күндерім бар. Менде бар агрегаторды көрсетемін. Жоқ дегенде 300 мың теңге көрсетіп тұр менде Яндексте. ИП водительмін ғой мен. Жоқ дегенде 300 мың, 250 мың айына көрсеткішті бар. Бірақ әрі таксистер күлетін шығар, оны апталық көрсеткіш қой, арендада жүрген адамдар. Ойбай дейтін шығар. Иә. А так осымен күн көретіндер өз машинасымен 500-600 мың көрсетеді агрегаторда, Яндекс приложениясында. Сонымен блогерствоға қалай келдің? Сен айттың жаңағы, бір күн салдым таңертең Назарбаев университетке әкеліп. Көре салайыншы дедің. Сосын басталып кетті дейсің ғой. Сонымен ақыр сала бастадық, әдемі. Енді айырмашылық жаңа күн тәртібінде болды. Ақша жағынан қандай қазір? Айырмашылық. Таксиде жұмыс істедің ғой. Ақша жағынан газель енді чем больше машин, чем больше зарабатываешь дейді ғой. Газельде такси секілді бүйтіп фук өткету жоқ. Газель деген ойбай тек жай ғана оңға бұрылуын өзі бүкіл жан жағында айнанды қарап отыру керек дейді. Бір риске бір қиын нәрсе сразу. Ақша жағынан ғой бірдей ма табысы или көбірек табасың ба газельден? Көбіректеу ғой газель по-любому. Көбіректеу да. Бірақ енді нені жабу керек дейсің, кредит. Кредит жабу керек, өзіне байланысты. Любой жерде сен таксиде де бол, газельде де бол, любой жерде өзіне байланысты тақаған кезде жұмыс жасайсың. Просто өзің бір график қойып, как положено, осындай уақытта жұмыс жасаймын, осындай уақытта істеймін деп өзіне стимул қойсан, бәрі болады негізі. Өзің сөз қысқасы, қай жерде таксида көп па, газельде көп па, бірдей достар. Жұмыс әртүрлі, техниканы әртүрлі істейтін, бірақ күн көрісін сол күнне 20 мың, 10 мың теңге таза қалып отырса, машинаның ремонтынан басқа, май ауыстыруынан, бензиннен басқа, тамағынан бар күніге бір 10 мың, 15 мың күнне қалып отырса, ең күшті ол. Сол айына бір зарплата біреудің жұмыс істеп жүргені, сол 350 мың, 400 мың таза. Өйткені бізде расход көп. Біреу зарплата алады 350 мың теңге, или 400 мың теңге зарплата. Оның бірақ расход жоқ қой. Машина жөндемейді, май құймайды, бензин құймайды. Автобус или таксина бар, или өзінің көлігі болса жұмысқа баратына көп бензин жемейді. Сол табыс. Таксилерде де, газелистерде де сол табыс. Просто бүйтіп көресіңдер, Яндекс.Прода миллион көрсетіп тұрады. Газельде табысы нормально тоже, таксимен бірдей, но сынса газельдікі ой қымбат, бүкіл жер істеуім барлығы. Газель хрупкий ғой, сынай береді ол, қанды ішіп. Бір новый газелім болса, кредитке емес, наличкаға алсаң. Сен бұл жаңалықты естідің ба, естімедің ба? Жоқ. Сіздер естіген шығарсыздар кейбіреулеріңіз. Астана қаласында БР клуб деген неме бар, свап мотор жасайтын. Сондай жері бар немеде, жібек жолында свап мотор неменікі бар ғой, крузактың моторын салып береді, 4/3 объемдық ше. Сол кісі жақын арада маған хабарласты алдында. Түнде сағат 12-де
отырым дейді біреу тиктоктан жазады 12-те жазған, мен 12:30-да қарағам, ответ жазғам, 2 минуттан кейін маған видеомен звондап тұр. Сол БР клубтың хозяйыны, директоры ғой, короче, Бағдат Прадан, ассалаумалейкум. Сол кісі звондап тұр, маған айтады: медиа, ты мне очень нравишься, красавчик, баса бер, алға бас, сен газеліне 4/3 моторды салып берем дейді. Прикинь, тегін. Ана қызыл бұл газельге. Иә, мына қызыл газельге. Карточка неге салып алмайсың? Карточка салу үшін артын созу керек, қиын болады. Мынау фермер ғой, менікі ішінде жатасың, демаласың, бәрі бар. Соған салып берем дейді мотор. Осыған салып берем. Келесі айдың августтың 10 күні барам. Аманшылық болса күтіңіздер. Бүкілін қалай салғанын видеоға түсіріп, как положено сол жерде жатам. Тиктоктың арқасында. Тиктоктың арқасында, Аллаға шүкір. Әне, сіздердің арқаларыңызда, ой, Лекин тегін. сол сұрақ қойайын деген, мысалы, жарайды, айта бер. Бұл жерін. Соны тегін істеп берем дейді. Келесі айдың 10 күні БР клуб Астанада іздесеңіздер, тиктоктан шығады, свап мотор істейтін, ат и дос дейді ғой, короче. Немелері, моторлары минимальный пробегпен 50-100 мыңға дейін пробегтері ғой, короче. Салып береді, бәрі дерзкий, обслуживание, бәрін істеп береді. Например, сіздер сол жаққа барып істетсеңіздер, келесі жолы постоянно обслуживание анау бірдеңке болып қалса, соларға апарасың, олар істеп береді ғой, короче. Күшті ғой. Сондай да болып жүр ма? Сондай сұрақ қоймақшы болдым, мысалы, тиктоктың арқасында, мысалы, енді табыс көзін қазір основной газелде, газелесті. И тиктокта бірен саран реклама түседі деген сияқты. Тикток жүргізіп атсын, халыққа жұмысты көрсетіп атсын, газелде қалай екен. Сол енді тиктоктан табысың қалай болып жатыр? Эфир жүргізбейсің, баты ойнамайды екенсің, оған уақыт жоқ дейсің ғой. И тиктоктың арқасында, тиктоктан вообще табыс, мысалы, ай сайын бар ма какой-нибудь определенный? Аллаға шүкір, бар ғой. Міне ғой, міне, қара. Ё-моё, не мынау? Мынау My Life сүт өнімі ғой. Бұл жерде бұл кісілер Семейдің Саржалдың қымызы, мынаушы, қымыз. Осы қымызды рекламировать етемін. Осы кісілердің қымызы бар, міне. Қолдың сары майы, құрты, барлығы бар. Осының бәрін рекламировать етемін. Осы кісілер маған ай сайын беретін ақшалары. Осы кісілер. Тиктокта жүргізіп отқан, осы кісілер. Алып келден құйса енді. Дерзкий қымыз, конкретно. Көріңіздер, не, My Life сүт өнімі деп іздесеңіздер, тиктоктан шығады. Болмаса, маған хабарласыңыздар 707-728-015 номеріне. Сіздерге бәрін жасап береміз. Доставка барлығы бар. Круглый год қой, қымыз? Круглый год, я. Литрлап, 50 литр, 60 литр. Ұра бересіздер ғой. Қандай литр болса да. My Life сүт өнімі дейді, тикток. Сметана, май, Астана дейді тиктогі, е? My Life десе шыға береді. My Life десе шыға береді, е. Ал, бісміллә. Тема. Таза қымыз қазір өзін дәмін көріп, айт. Еще тағы да, айтайын ба, айтпайын ба, тағы да бір жақын арада 2-3 күнде Пушкинан көшесінде неме ашылады. Не ашылады? Кауапхана, ішінде барлығы бар. Шашлык, машлык, сол кісілерге Алла берді, амбассадоры болайын деп жатырмын. Осы мына сүт өнімін осы кісілер, осы кісілердік мен амбассадоры болып, тағы да контракт отырып істейік деп жатырмыз. Тиктоктың арқасында осындай не дейсің ғой? Алла берген айтқан, жүргізу керек, ұялмау керек, осының арқасында күн көру керек, жаңыз қадалып қалмау керек, таксимен, немен бір нәрсе ойластыру керек, мамандық бойынша жұмыс істеп, карьера қуып, такси жұмысы уақытша болсын деп айтам ғой мен. Не болмаса, медиа сияқты, Алла берген сияқты бизнес ашыңыздар. Медиа бірақ бизнес ашқан жоқ, енді тиктогын дамытып, осындай реклама жүргізіп, содан қосымша табыс тауып, енді 5,5 миллион деген он емес қой, кредит газельге. Сондықтан да ойламаңдар, қырып жойып, реклама істеп, тауып отыр деп, бәрі сөйтіп ойлайды негізі. Бәрі ойлайды, ондай жоқ. Ештеңкеге жетпейді, бәріміз қазақпыз ғой, бәрімізде кредит дейсің ғой, бірінші орында. Ал енді көрейік. Бісміллә, дәмін көр. Қалай бұл? Тева ба? Дәмді. Туалетте отырмасақ болды.
қазір жүргізе алмай. Көрдің ба? Дерске анандай бір немеге Құртты бүйтіп не қолмен жасалынған не? Таза күшті. ана майын алып келек дегенбіз, сары май, кәдімгі қолдың ауылдың майынша алып келек дедік. Маған бір подаркаға берші сол майды. Болды. Енеме берейін. Кішкене авторитет жинау керек болып тұр. Болды, смело. Өзім келем саған лесной полянаға алып кетем. Ол қалада по городу жүреді, мен өзім айтам ғой. Бұлар әкеп бере салады. Мен әдем қылып Инстаграмға, ТикТокқа реклама істеп беремін. Бартыр дейсің, бартырға. Конечно. Қалай екен? Только честно. Кішкентай кезімде бар ғой, курс жебедім ғой, кішкентай кезімде. Тура сол ғой, апам шарбақ үйде қояды ғой, Кептір. Сосын құрт дайындаған кезде бүйтіп білесің ба, орамалға ма сүзіп қойып қояды ғой. Келемде бүйтіп деп істедіңдер ма? Кішкентай кезімде. По-любому сіздер істедіңіздер ғой. Жақсы. Әдемі күшті екен. Осын жеп әңгіме соғайық, ренжімеңіздер. Уақытты қыз. Бұл студияға да ақшасы уақытымен төленген деп. Все деньги, время деньги. Сонымен тиктоктан басқа қандай нелер? Ай сайын тиктоктан тауып атсың, е? Ақырын тауып атырмыз, Аллаға шүкір, жақсы, керемет. Сіздердің арқаларыңыз, давай, үзбей көрейік, бәріміз істейік. Мен 10 мыңға жете алмай жатырмын, негізі бар ғой, подписчикке 9500 болды, 500 адам тіркелу керек болып тұр. 500 адам, достар, қарап отырсыңдар, мен тиктоктың адресі. Осы видеоның аяғына дейін көріңіздер де, просто тиктокқа сосын кірген кезде медиа 70 десеңіздер шыға келеді. Орысша жазасыздар, қазақша жазасыздар, шыға келеді медиа 70 деп. Ағылшынша жазып, қиналмай ақ қойыңыздар. Қазақша медиа С десем болды. Салам алейкум деп атып шығамыз. Медиа ренжіп жатыр, Алабергенмен подкаст шықты ғой. Алаберген айтқан, семейге де бардық деп, анау. Семейге кім апарды, кім күтті Алабергенді. Соң айтам, тыңда. Шибәскен айрайды. Дәңгәлі. Тыңда, Семейге келдің ба, күтіп алдың ба? Ай, сол кезде мен көрдім. Вәлін, айтқан жоқтың мен. Мұнт кеткен шығар енді. Қобалжыды ма, білмеймін. Сіздер қарап тұстар ғой, қобалжыды ма кендіріл деп. Расында да айтпады. Айтсашы енді Шымкентке қонаққа барайық деп. Шымкентке қонаққа барамыз, қазір-ақта барамыз. Күтіп алатын шығар, бұйыртса деп отырмын енді. Шымкентский шашлықтармен деп. Семей керемет. Дамып келеді, бөлек облыс болды, Абай облысы. Мен Семейде туылдым, бірақ Өскеменде өстім. Өйткені әкешем студент болды ғой, Семейде оқыды. Медицинскийде оқыды ғой, ветврач емес, зоотехник болған әкешем. Сонда оқыған, сол кезде 90-шы жыл бізді дүниеге келдік Семейде. Бірінші роддомда. Семейде бір 3 жасыма дейін тұрдым мен. Сосын бір 93-ші жылдарыма көшіп кеттік Өскеменге. И Өскеменде өстім. Бірақ Семейде туыстар бар, Семейге барып жүретін. Сол Семейдікімін, Өскемендікімін. Общий шығыс қой. Шығыс Қазақстан дейсің. Сонымен таксиде қызықты оқиғаларды айтшы. Осы мен сен бір видео бар, достар, қазір қосам. Не видео? Страшный видео. Экранда балаларыңыз болса алып тастаңыздар. Не видео? Мен көрсейін деп тұрсың ба? Алдында қыз отырды. Саната ма, жак па білмеймін. Жак. Уау дейді. Ойбай дедім ба, сондай бір нәрсе болды ғой, білем есімде. Сол видеоны қоям. Сол әңгімені айтшы, қалай болды ол? Короче, қыздар ғой, ол қыздар машинаға отырып алды, жақын жерден алып келді ме? Бла сол маңайдан алып келдім, левойдан. Салдым да, бері қарай алып келдім, Ақмешіт жаққа қарай. Алып келдім да, анағы что-то бүйтіп қарасам, не то болып отыр, алдымда отыр.
ойбай кешірім сұраймын, my life, рахмет. Мен түсінетіп отыр ғой. Сосын Сөйтіп келеді, ана қызға айтам, не болды, что там, девушка, вам открыть окна десем, нет деді. Сосын бүйтіп оңға қарай кірдім, кірген беттен андай кочка екен, кедір бұдыр жолдар. Бүйтіп түскен кезде уақ дейді ғой, ой, уже жеттік, бір тағы да бір 5-6 секунд болса жүремді тоқтап шығу керек болды. Тұрды да уақ деп перді. ана панельге ма? Алдыңғы? Панельге, иә. Былай кетті ғой, панель полный кетті ғой. Саған тиген жоқ па? Мен шошып кеттім, ойбай дедім, секіргенсің ғой машинадан. Сөйтіп ана жігіттер барлығы шықты, ана жігітке айттым, ей, давай бірдеңкесін істейін, помой анау мынау дедім. Сейчас мен мына кісіні апарып тастайын, үйге апарам да шығам деді. Үйге кіріп кетті. Жоқ, сонымен ешкім жоқ. Мен шақырдым, жыным ұста кетті, енді машинаны ашсан, ойбай, анау бар ғой, ужас. Ремеңгейдің ғой, тағып отқан ремеңгейдің құсып саған ғой. Яндексқа жаздың ба? Жазған жоқпын Яндексқа. Жазсың да саған химчистің ақшасын төлеп береді ғой, чекті бересің. Короче, бизнес тарифте бай. Негізі эконом комфорт плюс болса, комфорт осындай бұлғап кетеді ғой. Техпаспортпен бірге көп бүйтіп суретін түсіріп жіберсең, 12 сағатқа промокод береді. Ал бизнес тарифте промокод бермейді. Бірақ бизнес тарифте айтады, барыңыз, химчистка жасаңыз, чекті алыңыз, чекті фотоға түсіріп жіберіңіз бізге, и соның ақшасын балансқа салып береді. Охо, мен білмеппін. Соны біліп жүріңіздер, Яндекс Таксиде бизнес тарифте жүрсеңіздер, салонды бұлғап берсе, химчисткасын ақшасын промокод бермейді, химчисткасын ақшасын төлеп береді. Именно бизнес класста. Бизнес класста. Бизнес класс, одан да жоғары. Ультима деген. Комфорт плюс, комфорттарда 12 сағатқа промокод береді болды. Бірақ 12 сағаттың промокоды 5000 теңге экономить етесің. 12 сағат жұмыс істесең, комиссия 5000 теңге ғой, Яндекс алып қоятын. Оны ұстамайды да, соны үнемдейсің. Примерно сол кірілеткен үшін 5000 теңге ғана шығады. Бизнесте чек 16 мыңға или 10 мыңға істеп, сосын чекті давай 30 мың істешті. 30 мың чек. Можно замутить. Можно замутить. Бірақ білмеймін, бір патологы бар шығар ақша жағынан. По-любому. Көп бермейді. Бірақ та Яндекс талдау қиын ғой. Баяғыдағыдай емес, қазір жоқ, енді шынымен сондай болды, апардың, жудырттың, ақшасын төледің, чекті саған берді, чекті фотоға түсірдің, видеоға түсірдің, Яндексқа жібердің, ақшасын балансқа салып береді. Реально сондай бар Яндексте. Енді кім саған оны Яндексте кішкене водительдің жағдайына кіру керек қой? Иә. Сонымен тағы да қандай қызықты оқиғалар болды? Тағы да қандай қызықты оқиғалар? Межгородта істедің ба? По идее көп жүрген жоқпын, жаймай ауылға баратын кезде, салбаған кезде атак болады жүрмегем Межгородта. Сонымен арендада тек жақ қанық тептің бе, или басқа да машиналар көрдің ба? Жоқ, санатан теппін ғой, ала бергендікін. Санатасы қалай екен ала берген? Нормально, ол да жейді екен. Жей ма? Турбина. Еще 92 қойсаң, ала берген сен секілді қуып қалады екен машина. Таза 95 қой, прикинь, таза 95. 95, да. Иә, 92 қоясын болды ғой машина. Ана құсқан жақта болды ма? Иә, жақта болды. Или санатада болды? Жоқ, жақта болды. Ал бизнес тарифте қандай оқиғалары болған жоқ па? Бизнес тариф пен комфорт плюс салыстырсан, қалай екен? Вообще табыс жағынан, клиенттер жағынан? По идее, бизнес тарифте чаевыйлар көп тастайды екен негізі. Чаевыйлар көп тастайды. Сен күніне жоқ дегенде 5000, 4000 чаевый табасың бизнес класста. Машинаны таза ұстап, адамдарға күліп отырсаң болды. Тастайды, әдемі тастайды. Андай конфликті ұрған жоқ па? Анау. Жоқ, көрмедім. Менде болған жоқ енді. Конфликт болмады. Комфорт плюста құсқаннан басқа қандай тағы оқиғалар болды? Негіз ұмытып қаппын. Қазір бір сен маған видеолар көрсетдің, қыздар бүйтіп. Қыздар көп отыра ма? Ой, комфорт плюста жақсы қыздар отырады, қыздар. Сол үшін айтып болдың ғой жаңа, жақсы жақтарын. Қыздар деген бойдақ болсан, түрін әдемі болса, примерно танысасың ғой. Иә.
біз секілді қарын шыққан әйелдеріңіз бар, бала шаға бар, қайтесің оларды, иә? Қызығып қарасына кетесің. Бізге бүйтіп здравствуйте кіріп қараса здравствуй дейді, жұлқынып тұрады. Агер жап-жас бойдақ красавчик ана привет десең әңгіме жүріп кетуге болады дейсің ғой. Болады. Бар шығар ондай бар. Просто мен таныстарымда жоқ сондай бойдақ жас жігіттер комфорт пульста жүрген. Бәріміз семейный сол бәрі сол. Әйелімізге барамыз. Бірақ та қазір газельде жүрмін ғой, сағынады екенсің. Сағынасың ба таксиде? Анда-санда бір шығып бір жүріп қайттың келеді. Бірақ та уже 1-2 заказ деген қайттан жүрегін айнып кетеді. Істеп көрдің бе міне осы газель? Иә, істейсің ғой. Анда-санда шығам мен. Қай машина? Дос балалардың машиналарын алып аламын, берші мен жүріп қайтайын деп. 3-4 сағат жүресің, по-любому ет қалады екен, жыданиян қайтады екен. Иә, сондай өзінде не жаңалық, не болып жатыр, айтшы. Мен таксовать етемін. Жоқ дегенде 300 мың теңге Яндекста табам айына. Күнде таксовать етесің ба? Баяғыдағыдай қазір машина болды өзіндікі. Баяғыдағыдай жұмыс жасамайды. Баяғыдай жұмыс, иә. Неге плотно жұмыс істемеген. Бұрын рассрочка выкупта болды ғой менде. Рассрочка десе де болады, бірақ мен ай сайын төлейтін. Айына 200 мың теңге төлейтін. Күніге емес. Күніне примерно 6 мың теңгеден откладывать ету керек болатын. Первоначалку 300 мың бергем, 33 айға. 7 миллионға шықты машина. Қазір өзімдікі. Сол кішкене расслабым берді, что мен төлемеймін ай сайын машинаға, кішкене кредит азайған сияқты, айына 200 мың төлемеймін. Сосын бірақ мен по-любому таңертең шығам. Таңғы сағат 6-та оянсам, 7-те линияға шығам да 10-ға дейін. Час пик ұрып тастаймын дейсің ба? Час пик ұрып тастаймын 10-ға дейін. Күнде жоқ дегенде 5-10 мың теңге табам күніне. Содан, наверное, 300 мың деген показатель бар. Өйткені енді уже автоматтым сағат 6-та көзін оянып. Түнгі 3-те жатсам да, 4-те жатсам да, бүгін мысалы 4-те жаттым мен. Как раз семейный балалармен съемка болды, тоже подкаст. 3-те кеп жаттым. 3-те босадым, 4-те кеп жаттым, көзім сағат 6:30-да оянып кеттім. Барым кеп тұр таксовкаға. Бірақ кішкене ұйқымды қандырайыншы, бүгін подкаст болады. Өзімді шықпай, жұмысқа сағат 9-ға дейін ұйықтадым. Ұйқымды қандырдым. Айтпесе, түнде кеш келмесем, таңертең таксовать етіп, екем қазір таксовкадан кейін кеп, екем сөйлеп жатып, мен бүгін таксовать етіп жүрсем. Сөйтіп күніге шықпаймын. Сол менгі таксопарк, такси колеса, сонымен жұмыс жасаймын. Негізі жақсы таксопарк, такси колеса. Колеса ма? Иә, ақшанды лезде кез келген уақытында шеше аласың. Парковый ИП болып тіркелуге болады. Мысалы қазір ИП-сіз заказ уже бермей қойды ғой. Чисто ИП болу керек. Сонымен мұнда номер телефон қалдырып кетемін, тіркелсеңіздер болады. Осы маған бір жігіт звондайды, 2 жігіт мысалы звондағын айтайын, маған всегда солай звондайды. Біреуінде былай налоговый счеттарын бұғап тастады. Короче, төленбеген социальный налог төленбепті. ИП болып тіркелгенмен. Парковый ИП болып жұмыс жасайды. Бір парктың атын айтпай қойын. Короче, мен айттым, бар колесаға, офис анда жерге, сол жерге барды, соның проблеманы шешіп беріп, колесаға ауысып кетті. Біреу звондады, вообще 6 ай бойы дым төленбеген. Парковый ИП болып істейді, ай сайынғы платеждар дым төленбеген. Андай отчеттар тапсырылмаған. Қол қойылмаған. Короче, тоже счеттарын бәрін налоговый бұғап тастады, бәрін түзедіп. Сол, ал мен колесада істеп жүрмін. Октябрьде былтыр 24-ші жылы тіркелгем. Қазіргі уақытқа жарты жылдан асып кетті ғой, істеп жатырмын. Дым сондай проблема болған жоқ. Каспийда крем, социальное отчисление, пенсионное отчисление, медстрахование деген справкаларды алуға болады. Ай сайын уақытында төленіп тұр бәрі. Менде так, 10-нан бастап 15-не дейін андай приложение бар, соған кремді қол қойып, пық, 5 секунд. Өздері қоймай ма? Маған документ уже дайын келеді де бухгалтериядан, колесадан. Соны тарс етіп қол қоям, болды. Сондықтан да мына номер жазсаңыздар, консультациялық парковый ИП болып жұмыс істеуге болады. Айтпақшы, ИП болып тіркелмесе, тіркелгісі келмейтін водителер бар ғой. Мен осы межгородта істедім ғой. Межгородта істеуге болады. Мысалы, ИП-сіз бар ғой, заказдар экономмен түспесе, межгородта ашасында лентада Яндекстегі аласында Қарағанды, Павлодар, Екібастұз, Көкшетау, Барауайға дейін заказдар алып жүру беруге болады. Андай
сен ИПсіз болсаң, біреу ИП болса, именно межгородтың заказдарының ішінде ешқандай конкуренция жоқ, ешқандай айырмашылық жоқ, екеуін бірдейсіңдер. Приоритет, ештеңке роль играть етпейді. Рейтинг. Главный тез ұстап алу ғой, листать етіп. Листать етіп, даже тұрады ленде да, принять дейсің болды, қабылданады, уақытына шыр етеді, клиенттерге барасын, апарасын. Адам болмаса, пустой орынға төлеп береді. Бір адаммен барсаң, 2 адам ақшасын төлеп береді Яндекс межгородта. Бірақ сол экономмен бірдей табысы. Мысалы, мен қарағанды мен зерттеп жасап көрдім. Демежан Протакси деген YouTube арнам бар, бірақ орыс тілде салдым да сол арнаға жүктедім сол видеоны. Енді осы арнада осындай подкасттар, сосын осы мен бір рет Қарағандыдан келе жатып сынып қалдым ғой, саған звондадым. Сосын эвакуаторщик жігіт келді, Қорқалжындікі. Сені таниды бәрін. Мен айттым, осы менде видео түсірем, эвакуатор қалай деп, сенімен бірге шығайыншы дедім. Все деді, енді сонымен хабарласып, екеуміз газельге шыққан сияқты сол эвакуатормен шығайын деп тұр. Өйткені білмейді халық, мен де білмеймін. Эвакуаторщиктер заказды қайдан алады, қандай табыстары, эвакуатор қанша тұрады. Қызықты ма, достар? Қызықты, сондықтан да арнаға тіркеліп қойыңыздар. Қорғалжын жігіті КВНчик эвакуаторды істейді. Сол эвакуатормен жақсы табыс табады екен, күндерін көріп кредит төлеп отыр. Сол жігітпен шығамыз. Бәрін көру керек қой. Эвакуатор, КамАЗист, не бар? Барлығын көру керек қой. Солардың қастарына автобустың водителінің қасына отырғанмын да. Паркпен келісіп, автобустың водителінің уақыты қандай екен, жұмысы қандай екен. Сондай бір форматта видеолар түсірейін ба деп отырмын. Түсіру керек. Әр кәсіпкердің қасында енді қандай как получится қасында жүріп, табыс қандай, жұмыс қандай, жұмыстың қиыншылығын көрсету керек қой. Бәрі ойлайды оңай деп. Әр жұмыстың өзінің қиыншылығы бар. Ой, барлығы қиын. Конечно, оңай жұмыс жоқ қой. Сол жеп ішіп отыр My Life-тан. Бәрі күшті екен қымыз. Шөлді қандырады. Қазір екеуміз рөлге отырамыз. Қазір газелінде видеосын түсіріп алып қойым, осыға подкастқа бола ма екен, қоюға болмай ма екен, көреміз. Бірақ түсіріп аламын жаңа газелін. Айтпақшы, мен баяғыда войны болып жүрген кезде арық болғам ғой. Арық болғам. Көп кішкентай қынандай болғам, худой болғам, иықтаған шығып кеткен, сондай болатын. Сөйтіп Астанаға келдім, такси оқып бастадым. Мынандай болып кеттік. Айтпақ, фотоларым болса осы жерге қойайық. Қазір арықтауға бір нәрсе істеп жүрсің ба? Тренировка, анау диета? Жоқ. Болмай жатыр ма? Ондай вообще ойда да жоқ. Ойда да жоқ па? Бастайын деген ой жоқ па? Бастайын дейсің да, басталатын шығар бір күн. Сен Айтым Жақыповқа жазу керек қойдың. Бірақ онда жеті Айтым Рашқа деп. Осында Айтым Жақыповтың аккаунтын белгілеп кетіңіздерші. Неге YouTube каналы да бар, білмеймін, Айтым Жақыпов деп комментария жаза беріңіздерші. Медианы көріп қапсыз, шақыратын шығар проектіне. Или каждый видеолардың астына медиа 70 деп мен белгілеп жаза берсеңдерші. Или Айтым Жақыповтың тоже видеолары Инстаграмда, ТикТокта көріп жатсаңыздар, Ютубта көрсетіп жатсаңыздар, андай собачка басасыздар да медиа 70 деп жаза бересіздер ғой. Медиа 70 деп. Мүмкін көріп қалады сені. Көріп қалады. Бірақ сен шақырса көрінбе, сен сонда гостиницада тұруың керексің, жұмыс істей алмайсың, ақша қайдан аласың, бала шағаңды нету керек деген сияқты. Ол да бар ма? Ол да бар, білмеймін. Бірақ та Айтым Жақыпов, мне надо худеть. Мен бірақ та ерте барсам, тез арықта кетем, 2-3 айда результат көрсететін сияқты болып тұрмын. Сонда бірдеңкем бар, мен что-то да қалды. Бір нәрсе денсаулық важнее ғой, бір нәрсе амал табатын шығарсың, бала шаған нені кредиттің бәрін ыңғайластырып, бірдеңкесі болады. Проектқа кіріп кетсең. Сондықтан да осындай міне фотосын қосам. Фотосы көрдіңіздер ма? Медианың жас кезінде фотосы қандай красавчик. 3-4 жыл бұрын. 3-4 жыл бұрын. 10-15 жыл емес, 3-4 жыл бұрын. 3-4 жыл. 3-4 жыл мынандай, маған да бар, менде бар. Айтайын десем, менде де бар екен. Айтым Жақыповтың жанына барған кезде ЖК-мен бірге тұрамыз. Футболмен. Давай деп па? Сол негізі арықтау керек, достар. Сондықтан да таксида отыра бермеу керек та, мен сөйтіп ойлаймын. Мен сол газельге келдім, например, жұмыс жасаймын ғой. Жұмыс жасаймын. Грузчик болса, өзім грузчик боламын, ұялмаймын, жұмыс жасаймын, барлығын істеймін, терлеймін.
күнделікті мен таза анда энергетик ішпеймін, су ғой. Таңертең кешке қымыз бар дейсің ғой ше. иә, қымыз ғой. Мына My Life кешке жақын, бұны кешке жақын жұмыстан кейін келіп My Life ішесің. Теріске болады. Мен в основном біз газелістер не жақсы көреміз? Сарағаш деп. Таңертең кешке су ішеміз, чисто сумен қорық денем, білмеймін енді. Ақтамай жатырмыз ба, бірдеке болып тұрызы. Короче, таксидің минусы салмақ жинадым десеш. Иә, отыра бересің ғой енді. Прикинь, шығасың, барасың, тамақ ішесің, түк отырасың да линияны қосасың да кетесің ғой. Болды, басқа ештеңке жоқ қой негізі. Жүріп, анда-санда аэропортқа баратын кезде заттарын салып бересің, болды. Қымыз дейсің ғой, кешіріңіздер. Қымыз ғой айтам. Ұйқым келіп Қымыз жатыр. ұнап қалды, мен екінші стакан ішейін деп жатырмын. Керемет екен қымызы. Достар, реклама емес, не емес, өзім машинада жүріп екен, біреуге апарып жатыр екен, мен айттым, кеш подкастта ішейінші дедім. Жоқ, бұл действительно ағайындар қолдап жіберейік. Пушкина 3-тен мен аманшылық болса ертең бүрсігіні салам видео, как положено. Қандай жер, қандай тамақтары бар, барлығын салам. Бәріміз давайте поддерживать етіп, My Life сүт өнімін алып, құрт, май, сары май, барлығы бар. Сметана десін, сметана топ береміз. Соның барлығы бар. Бәріміз давайте поддерживать етіп, бір-бір алып, көмектесіп жіберіңіздер. Өзіміздің қазақтың бауыры ғой. Күшті екен. Жақсы, иә, әрине. Қазақтың өнімі. Керемет қой, керемет. Әлемге шығару керек. Андай бар ғой, видео бар есі ба? Соғыс кезінде нелер лагерге әкелді ғой Қазақстанда. Сонда әйелдерге тас лақтырып, ойлайтын тас лақтырып жатыр деп. Иә. Құрт екен, соларға беріп жатыр екен біздің қазақтың балалары. Сөйтіп, пайдалы ғой, кеше қарын аш жүрсе де кішкене витамин не береді ғой. Балаларға жақсы бұл. Роднойлар балаларға, балалардың тістері енді қышып етеді ғой, сол кезде балаларға бересің құртты. Тістері қышыған басылады, тез өседі. Таза өнім ғой, табиғи өнім. My Life сүт өнімі. Көмектесіп қолдап жүрміз. Мен рекламаларын жүріп кетті. Просто реально отырмыз. Сонымен тағы енді қорытындылай келе. Такси денсаулықты құртады. Сондықтан кішкене велосипед алып қойыңыздар. Кешке жақын менде велосипед бар, мен кешке жақын велосипед тебем. Менде де бар, бірақ та бір орында тұрғанда 1,5 жыл болды. Мен кішкене арасында тебемін велосипед. Доставка істеп көріңіздер. Кішкене жүргізеді адамды, тек қана экономда отыра бермей. Не болмаса 3 заказдан кейін шығып зарядка істеңіздер, таңертең жүгіріңіздер, спортпен айналысыңыздар, отыра берген келмейді. Мен де арық болғам. Медиа да арық болған. Мына таксидің ең жаманы денсаулық құртады, бел кетеді, не кетеді, именно андай склонность полноте болады ғой. Кімде склонность полноте болады, сол резко семіріп кетеді таксиде. Кейбірде семірмеген адамдар бар таксиде арық жүрген жігіттер. Енді орын гені бар солай. Біздікі геніларымыз, наверное, склонны к полноте, организм демалып қалды ма, отырып қалды ма, резко шыға келеді. Сонымен, достар, осындай міне керемет жақсы подкаст болды. Лайктарыңызды міндетті түрде басыңыздар, комментария пікір қалдырыңыздар. Мына арада күшті бейнеролик, медиа семск екеміз неге газельмен жүрген видеоролигіміз шығады. Ал астыңғы жақта келесі ролик, мысалы, жазып қоямын, сол скоро деп тұрады. Жоқ, скораны қазақшасы қалай айтты? Болашақта ма? Иә. Жақын арада. Жақын арада деп жазып қоямын. Сорада ол видео шыққан кезде уже жақын арада көрінбейді, сорада терезде тұрады сол видео. Сондықтан да соған өтіп қараңыздар. Сосын бір айтайын, маған айтатын роднойлар көп қой. Родной, мен Next алдым, газель алдым, не істейін, қайда барайын, мен не жұмыс істесем болады, мен жұмысқа кіргізшеш, мынандай жерге деп маған айтатындар көп. Газель деген оңай жұмыс емес, роднойлар. Сразу отырдың, кеттің, заказ табам, межгород жүрем деген нәрсе емес. Ол адам өзіне байланысты, родной, негізші. Қиналасың басында. Иә, по-любому қиналасың. Менен
сұрасаңдар мен жауап берем, да болса да, нет болса нет деп айтамын. Маған да ағайындар көбісі шығады, осындай жұмыс бар еді, осындай категориямен машиналар керек, ой, адамдар керек деп. Сол кез сұраған кез айтып отырам. Сол үшін қатты құнықпаңдар газельге. Медиа семіз қанап жүрсің газельдерде қойсы. Все, көрдіңіздер ма? Сондай роднойлар, бәріміз тіркелейік. Давайте MyLife сүт өнімін алайық. Скоро аманшылық болса келесі айдың 10 күні BR клуб свап мотор салып береді. Соған қатқыл күшті жаңалық екен. Қандай адам 3,5 миллионға, негізі 3,5 миллион тұрады ол мотор. Саған тегін беріп тұр. Тегін, прикинь, маған даже ойбай, медиа ты постоянно ты мне всю жизнь рекламировать будешь деп даже айтқан жоқ қой, маған бүйтіп айтты. Медиа Семск, ты мне понравился, ты позитивный человек, все, родной, давай нах. Мисаған свап мотор от меня подарок дейді ғой, прикинь. Бұл жарайды, 100 мың подписчигім болсын, сен миллион анау болсын. Сол ғой, прикинь. Я кто вообще? Я никто, по идее ше. Просто обычный қарапайым газелистпін, сіздер секілді таксист болғам. Барлығын, бәрі қарапайым, уайымдамаңыздар. Сондай кісі, прикинь, маған кеп пук деген кезде мен 4 күн ба 5 күн ұйықтай алмадым ғой. Маған бүйтіп айтты, медиа, ты можешь, түнде звондады 12:30-да. Қазірден бастап ты можешь сообщить бүкіл соцсетке, что BR клуб 10 числа машинанды свап мотор жасап береді деп. Прикинь, мен шокпын ғой ана кісіге, братан. Прикинь, до сих пор шокпын. Әлі асыға күтіп жүрмін. Бүгін июльдің 24-і, ойбай, әлі бір 15-20 күн бар ғой. Прикинь, келесі айдың 10 күні кірем, 12-сі шығам ғой, аманшылық болса, короче. Сондай ғой, айтарым сол. Всем от души благодарю, до конца көріп бұл видеоны жан-жаққа таратып, астына комментарий жазып, бәрін істеп кеттіңіздер. Всех I love you, бәріңіз көріп атқандарыңызға. Осындағы бейнероликтарға өтіңіздер, қараңыздар. Рахмет. Келесі кездескенше. I love you дейсіз ба? I love you, baby.